Сәлем қыздар, сникерс тортын жасайтын боламыз. Ең бірінші біз бисквит қоржын жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаға қантты қосып, сіздер ручной миксермен жасай берсеңіздер де болады. Ол без разницы негізінде, тек қана уақытына ғана ол әсер етеді. Үлкен пышный өз массасын көбейткенше араластырамыз миксермен. Қыздар, біздің массамыз осындай екі есе өскен кезде, аппақ үлпілдек масса болған кезде миксермен араластыруды тоқтатып, сұйық май мен қайнаған ыстық суымызды қосып, минимальный скоростьта араластырып аламыз. Қыздар, видеодағыдай планетарный миксермен істеу міндетті емес, ручной миксермен де істей бересіздер. Ол тек қана уақытына ғана әсер етеді. Ручной миксермен ұзағырақ испевать етесіздер. Болғаны қалған барлығы тура рецептегідей әдемі болып шығады. Ал қыздар, дайын болған үлпілдек массамызға енді сухой ингредиенттер қосамыз. Сухой ингредиенттің барлығын бір мискаға қосып алу керек. Ол ұн, какао, разрыхлитель үшеуін бірге. Және де обязательно ситадан өткізіп, 3-4-ке бөліп салатын боламыз, жаңа яичная смеске. И обязательно силиконовый лопаткамен араластырамыз. Миксермен немесе темір лопаткалермен араластыруға болмайды. Ол кезде біздің массамыз отырып қалатын болады. Қыздар, сухой ингредиенттердің барлығын дұрыстап араластыру керек. Араласпай қалған сухой ингредиент болса, ол ертең піскен кезде бисквиттің түріне де, дәміне де өте қатты әсер етеді. Сондықтан да төменнен жоғарыға жақсылап тұрып араластырамыз. Осымен біздің бисквитіміз дайын. Бұл бисквитті біз осындай кольцоларға пісіретін боламыз. Бұл кольцоларды сіздер кондитерский магазиндерден ала бересіздер. Және де бұл кольцоның астын біз обязательно фольгамен орайтын боламыз. Сол кезде тестаңыз сіздің ағып кетпейтін болады. Кольцоларды видеода көрсеткенде орайсыздар. Прям жақсы жабыстырып тұрып кольцоға орау керек фольганы. Жай орасаңыздар, бисквиттеріңіз сыртқа шығып кетуі мүмкін. Және де бұл кольцоларға бисквитті құю үшін сіз астына обязательно противень қойып, содан кейін барып кольцоға бисквитті құясыз, одан кейін сол противеньді алып духовкаға салатын боламыз. Бұл жерде айта кететін жайт, ең бірінші бисквитті бастамас бұрын сіздер духовканы жылытып қоюларыңыз керек. 160 градуста верх-низ режимінде ысытып қоюыңыз керек. Ең бірінші бисквитті бастамай тұрып. Содан кейін барып ысып тұрған духовкаға бисквитті 30 минутқа пісіріп аламыз. Примерно бисквитті салған кезде сіздер духовканы вообще ашпайсыздар. Тек қана 20-25 минут өткеннен кейін барып қана ашып, шпажкамен қазіргі видеода көрсететіндей тығып, пісті ма, піспеді ма, солай тексеріп көрсеңіздер болады. Егер шпажкаңыз видеодағыдай таза шықса, значит сіздің бисквитіңіз уже пісті деген сөз, ала берсеңіз болады. Бөлме температурасында суыған бисквитті осындай пищевой пленкамен орайтын боламыз. Ең алдымен олардың астындағы фольгасын алып тастау қажет. Және де біз кольцодан ажыратып алуымыз қажет бисквитті. Ол үшін біз пышақ немесе менікіндей спатула қолданатын боламыз. Пышақтың көмегімен осылай шетін абайлап аккуратно кесіп алмай бөліп алатын боламыз ажыратып формадан. Дальше пищевой пленка ораймыз.
дальше одан барып холодильникке саламыз. Пищевой пленкамен орап саламыз. Неге? Өйткені біздің бисквитіміздің влагасы, то есть барлығы холодильник жұтып алуы мүмкін. Сондықтан да сіздер пищевой пленкамен немесе салафанмен орап обязательно салуларыңыз қажет. Өйткені олай салмай беті ашық қалатын болса, бисквитіңіз сіздің сухой болып қалады ертең. Осы методпен екінші бисквитті де орап тастаймыз. Және де бисквиттер холодильникте 10-12 сағат стабилизироваться етіп тұру керек. Неге? Өйткені сол кезде ғана сіздердің бисквиттеріңіз түзу, шашылмай, үгітілмей кесіліп шығатын болады. Қыздар, келесі біз ішкі кремге кірісеміз. Ішкі крем бізде крем-чиз на сливках болады, бірақ өз формасын өте жақсы ұстайтын кремнің бірі. Ол үшін біз творожный сыр, сливки, сахар немесе сахарная пудра үшеуін қосып, миксермен однородный өз формасын ұстайтын крем шыққанша араластыратын боламыз. Қыздар, обязательно менің осы видеодан бөлек астында тех картасын жіберетін болам. Сол тех картада қанша грамм, қанша миллиграмм кететіні барлығы жазылып тұрады. Қыздар, бұл жерде тағы да айта кетейін, планетарный миксер обязательно емес, ол тек қана сіздің удобствоңызға байланысты. Ручной миксермен де істей бересіздер бұл кремді. Қыздар, бізде осындай әп-әдемі өз формасын жақсы ұстайтын крем дайын болады. Бұл крем-чиз на сливках деп аталады. Осы дайын кремді енді одноразовый мешокқа салып қоямыз, пока карамель дайындаймыз келесі видеода. Қыздар, енді біз карамель дайындайтын боламыз. Карамель ол бисквитпен бірге дайындалып, холодильникте 5-6 сағат тұрғаны керек. Содан кейін барып уже начинкаға салып қолдана берсеңіздер болады. Бұл карамель на сухой основе деп аталады. Бізге қант қажет, және де орта отта біз осылай араластырып отырып ертеміз қантымызды. Араластырып отыру өте маңызды, өйткені шет-шетін барлығы күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан да күймей, осылай толығымен араластырып отырып ертеміз қантымызды. Карамеліміз осы видеодағыдай сұйықтала бастаған кезде астыңғы отын өшіріп, уже қалған ыстығымен осылай араластырып отырып ертеміз. Өйткені дальше біз отқа қоятын болсақ, ол карамель уже қызып, кәдімгідей күйіп кетуі мүмкін, бір сөзбен айтқанда. Осы моментте біздің сливкимізді 1 минутқа микроволновкаға жылытып аламыз да, астыңғы карамельдің отын минимумға қосып, ысып тұрған карамельге ыстық сливкимізді қосып, абайлап аккуратно араластырамыз. Өйткені осы моментте карамель прям қатты шашырайтын болады. Карамель мен сливкиді толығымен араластырып, 1 минуттай отта ұстап, одан барып суытып, бетін салафанмен, пищевой пленкамен жауып, холодильникке 5-6 сағатқа жіберетін боламыз. 5-6 сағат тұрған карамельді ғана начинкаға, тортқа қоса берсеңіздер болады. Бізде бисквитіміз дайын, начинкамыз дайын, және де креміміз дайын, енді тортты жинайтын боламыз. 10-12 сағат тұрған бисквитті алып, осылай нан кесетін пышақпен айландырып отырып, түзу қылып кесіп аламыз 2-ге. Тура осы әдіспен екінші бисквитті тура солай кесіп аламыз, сонда бізде 4 бисквит шығатын болады.
Дайын бисквиттермен енді біз торт жинайтын боламыз. Тортты біз обязательно қатты подложкада жинаймыз. Сол кезде сіздің торттарыңыз өте әдемі және түзу болып шығады. Подложкаға кішкене ғана капля крем жағамыз, ол өйткені біздің бисквитіміз ары бері шайқалып кетпес үшін. Видеода анық көрсеткендей тортты жинаймыз, астына крем жағып, шетіне обязательно бортик жасаймыз. Бұл бортик не үшін қажет? Өйткені біздің тортымызда начинка болады. Начинкасы бар торттардың барлығында бортик болу қажет. Өйткені начинкаңызды без бортика салсаңыздар, ол ағып кетеді торттан. Тура видеодағыдай сникерс тортын жинаймыз. Бисквит, крем, бортик, начинка, бисквит, солай дальше кете беретін болады. Қыздар, тортты жинағанда желательно түзу жинағандарыңыз дұрыс. Түзу қалай жинап көресіздер, солай сіздің тортыңыз да, сыртқа оформленияңыз да түзу әп-әдемі болып шығады. Ең басты негізі правило, тортыңыз түзу болу үшін сіз тортты түзу жинауларыңыз қажет. Осылай мен 3 қана коржды қолданамын, өйткені 2 килограмм тортқа 3 корж және де 2 начинка кететін болады. Енді қыздар, дальше бізде ең важный нәрсе черновое покрытие жасаймыз. Ол, то есть бізде қалған кішкентай кремге осылай торттың сыртындағы крошкаларын жинау үшін жағып шығамыз. И пищевой пленкамен орап, тортымызды сыртын темір кольцомен орап, холодильникке минимум 10-12 сағатқа жібереміз пропиткаға. Қыздар, обязательно бисквитный торттарға черновое покрытие жасаймыз, өйткені крошкалары сіздің сыртқы креміңізге кетіп қалады да, сыртқы кремнің торты, то есть сізде крошка болып әдемі емес болып қалады. Қыздар, енді сыртқы крем дайындаймыз. Сыртқы кремге крем-чиз на сливках жасайтын боламыз. Бірақ сливкидің порциясы бұл жерде аз қолданамыз, өйткені сыртқы кремге бізде плотный крем қажет. Бұл жерде творожный сыр, сливки, сахарная пудра обязательно қосып, пропорциялар техкартада болады. Миксермен однородный өз формасын ұстайтын крем шыққанша миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін кремді силиконы лопаткамен араластырып аламыз. Кремдегі лишний воздухтарды шығарып аламыз. Олар бізге выравнивать еткенде мешать етуі мүмкін. Қыздар, енді біз выравниваниеға көшеміз. Выравнивание ол сыртқы кремі түзу қаптау, әдемі қаптау, ол негізі ең важный, ең әдемі, ең жаңағы клиентке де ұнайтын пункттердің бірі. Сіздің тортыңыз әдемі түзу қапталған болса, онда сіздің тортыңыз да қымбатқа сатылады. Мен сіздерге выравниваниенің секреттерін айта кетейін. Бұл жерде выравнивание ең бастысы, сіздер кремді осындай мешок арқылы жағасыздар. Ол кезде крем однородный, барлық жеріне почти бірдей болып түзу жағылып шығады. Сондықтан да тек қана мешок арқылы жағасыздар кремді. Екінші правило, ол біз жап шыққан кремді сразу шпательмен түзулей бастамаймыз. Ең бірінші спатуланың көмегімен видеода көрсеткендей түзулеп шығамыз кремді. Одан кейін барып шпательдің көмегімен жай торттың сыртын түзулей бастаймыз.
Сосын тағы бір айта кететін жайт, спатулаңыз сізде үлкен болмау қажет. Кішкентай спатула ала беріңіз, өзіңіздің қолыңызға ыңғайлы. Және де шпательді де сіз өзіңізге ыңғайлы етіп таңдауыңыз керек. То есть маған ыңғайлы шпатель сізге келмеуі мүмкін, сізге келген шпатель маған ыңғайсыз болуы мүмкін. Сондықтан да обязательно сіздің спатулаңыз өзіңізге ыңғайлы болу қажет. Сол кезде тортыңыз әдемі түзу болып шығады. Және де спатуланы сіздер түзулеген кезде 90 градуста ұстауларыңыз қажет, түзу қылып. Сол кезде тортыңыз түзу болып шығады. Тортты түзулеген кезде осындай ямочкалар болып қалса, оны жаңағы артық қалған кремдермен жауып отырып, видеодағыдай түзулеуіңіз қажет. Сол кезде өте әдемі түзу торт шыға бастайды сізде. Негізі тортты түзу, выравнивать ету және де әдемі түп-түзу болып шығу үшін сізге практика қажет. Ол практикасыз сіз сразу с первого раза түп-түзу торт жасай аласыз деп мен айта алмаймын. Өйткені каждый раз сіз тортты істеген сайын, тырысып істеген сайын, сіздің каждый тортыңыз әдемі бола береді. Сондықтан да практика, тек практика жасау керек, қыздар. Осылай видеодағыдай ямочкаларын толтырып, тортыңыз түп-түзу болғанша айландырып, түзулей беретін боласыздар. Тағы бір правиланы айта кетейін, қыздар, тортты түзулегенде шпательді қатты баспайсыздар, түзу ұстап, жай ғана ішін сглаживать етіп түзулеп отырасыздар. И осындай әдемі торт шығады сізде. Қыздар, енді біз оформление кірсеміз. 3D фигурканы тортқа осындай астыңғы жағын темір затты қыздырып, осылай тесіп, екі жерінен шпажкамен немесе зубочисткамен осылай тортқа кигізулеріңіз керек. Өйткені просто так тортқа қоя салсаңыздар, сіздің 3D фигуркаңыз доставка кезінде просто көтерген кезде құлап кетуі мүмкін. Сондықтан да бұл жерде шпажка барлығын ұстап отырады. Және де бұл жерде біз бисквитный муқты қойып жатырмыз. Глазурден жасалған неше түрлі детальдар детский. Оның барлығын глазурды ертіп, өздеріңіз формочкаға құйып істей бересіздер. Қыздар, осы сабақтардағы оформление мен торттың түрлері сіздерге тек қана шпаргалка ретінде беріліп жатыр. Сіздер бұларды орындармен ауыстырып, өздеріңіз қалауларынша істей берсеңіздер болады. Бұл сабақтар сіздерге ұнады деген ойдамын. Істеп көріңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік.